Қазақстанда алғаш рет мифологиялық хоррор жанрындағы сериал жарыққа шықты. Кино бірінші сериясынан-ақ көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп үлгерді. Сериалдың желісінде аңыз әпсаналарда айтылатын оқиғалар мен қазақы ырымдардың көрініс тапқаны байқалады. Анығын айтайық, ал сіз каналға тіркеліңіз. Қазақ кино индустриясында алдымен комедия, кейін драма, ал одан соң криминалдық кинолар толассыз түсіріліп жатыр. Өйткені бұл жанрларда режиссерлердің тәжірибесі жеткілікті, әрі дәл осындай кинолар мол табыс әкеледі. Ал қорқынышты фильмдер түсіруге көбінің жүрегі дауалай бермейді, себебі алдымен сериалдың желісін құрастырудың өзі оңай емес. Оған үлкен фантазия қажет. Екіншіден, түсірілімге кеткен қаражат өзін ақтамай қалуы да мүмкін. Ал Сәлем студиясының командасы бұл қорқынышты елемей, тәуекелге бел буып, алғаш рет хоррор жанрындағы сериалда түсіріп шықты. Әңгімені өрбітпес бұрын сериалдың атауына мән берейік. Алас сөзі қазақтарға жат сөз емес. Кез келгеніміз үлкендерден естіп, тіпті көріп те жүрген шығармыз. Жаңа және ескі үйге көшіп келгенде немесе қорқынышты түс көргенде, ауру сырқауға шалдыққан кезде үлкендер отпен немесе емдік шөптермен маңайды аластайды. Жаңа сериалдың сюжетіне зер салсақ, аса ауқатты отбасы балалы болу үшін суррогат ана жалдап, бәрі қала сыртындағы үйге көшіп келеді. Ұзақ уақыт ешкім тұрмаған бұл баспана өте үрейлі көрінеді. Кейіпкерлер үйдің ішінде болып жатқан жағымсыз құбылыстардан кейін олардың болашақ балаларын бәле-жаладан қорғау үшін барлық шараларды қолдануға тырысады. Голливуд пен Болливудтың кино тарихында мифология тақырыптары жиі көтеріліп келеді. Сондықтан олардың мифологиялық кейіпкерлері көпшілікке жақсы таныс. Ал өз тарихымыздағы мифологиялық кейіпкерлердің тарихы немесе болмысы туралы өзге түгілі өзіміз де біле бермейміз. Осы тұста Алас сериалы жаңа бір мифологиялық кейіпкермен қауыштырады. Тек қауыштырып қана қоймай, қазақ мифологиясын әлемге таныту мүмкіндігін сыйламақшы. Алас сериалында басты кейіпкердің рөлін танымал актриса Алмагүл Қазихан сомдап шықты. Алас проектінде мен Рахияның рөлін ойнаймын. Хоррор жанр, ол жай ғана жанр. Бұл фильм адамдар туралы, бұл сериал адамдар туралы, адамдардың мінездері туралы, адамдардың қатыгездіктері туралы. Сондықтан осындай жаман қырларыңызды көргілеріңіз келсе, өздеріңіздің біздің сериалды қараңыздар. Сериалда тағы бір басты кейіпкерлердің рөлін Мақсат Жақып пен Әйгерім Мұстафа сомдады. Мен Алас сериалында Динараның рөлін сомдадым. Неге бұл сериалды көру керек? Өйткені бұл қазақ тіліндегі біздің еліміздегі алғашқы хоррор жанрындағы бірінші веб-сериал. Сондықтан да өзімізге де қызық болды, қалай шыққаны көріңіздер, және де өздеріңіздің ой пікірлеріңізді бөлісіңіздер. Сәлем баршаңызға. Мен бұл жерде басты рөлдердің бірін сомдайтын кейіпкер Қайрат, кәсіпкер жігіт. Сол рөлді сомдайтын боламын. Не үшін бұл сериалымызды көру керек? Өйткені бұл Қазақстанда бірінші рет Сәлем социал медиа компаниясы бірінші рет түсіріп жатқан сериал халықтың назарына ұсынылатын болады. Мифологиялық және шытырманға толы осындай сериалымыз көпшіліктің назарына бүгіннен бастап YouTube, iTunes арналарынан көруге болады. Сәттілік. Қазақтың аластау дәстүрі тегіннен тегін пайда болған жоқ. Жын перілерден қорғану үшін көнеден бері қолданылып келе жатқан әдіс. Неде болса кинода да осы желіге басым бағыт берілген. Кино картина елде ғана емес, әлемдік кино индустрия саласына серпін әкелері сөзсіз. Алдағы уақытта да киноға қатысты жаңа ақпараттармен каналда толықтырып отырамыз.